4 жылдан кейін дипломда келеді, не востребованы. Зачем? Отандық өндіріске жаңа бір серпін беру үшін үкімет тарапынан қандай да бір көмектер қажет пе? Өздерінің процентінің ставкасын олар наоборот түсіріп жасады. Айтишникке 3%-тен беріп отыр, сельское хозяйствоға 5%-тен беріп отыр қазір кредитті, да? Ұсыныстарыңыз бар ма? Постсоветский пространствоны. Но Узбекистан, Таджикистандар овощи, фруктами обеспечивать етіп отырады. Матаны қайдан аламыз десек, Қырғызстаннан аламыз немесе Өзбекстаннан аламыз дейді. 100% Россиядан зависимымыз. Жаңағыдай отандық өнім жоқ дейді біріншіден, екіншіден бағасы қымбат дейді. Алма шығарып жатырмызда, ары қарай тек қана алма ретінде сатпау керекпіз. Оның ішінен солын шығару керекпіз, джемін шығару керекпіз, повидласын шығару керекпіз. Мынау қаламызда қазіргі уақытта кәсіп бастаушыларға қатысты қандай мүмкіндіктер бар мемлекет тарапынан? Бидайға кетеміз. Одан бидайды енді дамытып келе жатқан кезде енді халық соған перестраиваться етеді ғой. Оны тастаймыз да басқа министр келеді да, енді тауық шаруашылығы көтерейік дейді да. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз өздеріңізбенен уақыт каналына қайта жүздесіп отырмыз. Баршамызға мәлім, соңғы уақытта мынау елімізде ғана емес, жалпы әлемде бірқатар саяси өзгерістер орын алып жатыр, және дәл осы саяси өзгерістердің, былайша айтқанда ойындардың әсері Қазақстанға да тиіп жатқаны белгілі. Сондықтан бүгін біз Шымкент қаласы мәслихатының депутатымен дәл осы тақырыпта, яғни кәсіпкерлік сала бойынша сұхбаттасуды жөн көріп отырмыз. Ендеше бүгінгі біздің кейіпкерімізбен таныс болыңыздар. Шымкент қаласы мәслихатының депутаты Айжан Ізбасқанқызы. Айжанке, қайырлы күн. Бізге мынау сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін, уақыт бөлгеніңіз үшін әуелі алғысымды білдіремін. Ендеше мына бірден сұхбатқа көшейік. Мынау қаламызда қазіргі уақытта кәсіп бастаушыларға қатысты қандай мүмкіндіктер бар мемлекет тарапынан? Кәсіп бастауға ниетті жалпы өңіріміздің тұрғындары көп пе? Қандай жаңалықтар бар? Мынау бизнес бастау жобасы деп отырмыз, немесе қайтарымсыз гранттар беріліп жатыр. Ол жерде қандай кәсіпкерлік нысанның түрлеріне басымдық беріліп отыр? Осы туралы бір қысқаша айтып өтсеңіз. Құдірет, біріншіден мен сізге былай айтайын деген едім, бүгінгі әлемде болып жатқан жағдайды өзіңіз көріп отырсыздар. Мына Россия мен Украина деген сияқты да. Оның алдында пандемиядан өттік бәріміз. Соның бәрі енді бизнеске де, әр елге де қатты әсерін береді. Баяғыда ата-бабамыз жаңағы аспанымыз ашық болсын деген кезде сол нәрсені ішлей түсінбейтін едік та, бірақ бүгінгі таңға соның бәріміз қатты түсініп отырмыз. Денсаулықтың да керектілігін ең бірінші бізге керекті нәрсе денсаулық екенін пандемия көрсетті бізге. Соның бәрі бір шектеушілік берді да. Былай сізге пример приводить етейін, сіздің семьяңыз, допустим. Отбасыңызда сіз бірінші өтсіз, отбасымда қалай, бүгін менің светім төленген ба, светім жанып жатыр ма, газым келді ма, үйім жылы ма деп ойлайсыз. Екіншіден, сіз өзіңізге бір примерно алып жатқан ақшаңызды есептейсіз. Тамағыма мынанша ақша кетсе, мынау коммунальный услугама мынанша ақша төлесем, мынанша ақша құрт аламын, мынанша ақша мынандай деп, ол плановость деп есептеледі. Ал әр өкімет те тура сондай плановость жасау керек деп ойлаймын да. Біз енді, допустим, Африкада ма бір жерде тұрмаймыз ғой, жаңағы су тапшылығы бар деп та, или, допустим, 80% күн ыстық болып тұрады, жаңағы өнім өспейтін деп та. Біз негізінде Алланың арқасында ең жақсы әдемі жерде туылғанбыз. Қазақстан елімізде Менделеев таблицасының барлық заты бар да. Қазақстан дамуға барлық жағдай, барлық ықпал бар. Соған өзіміз 17-18 миллионбыз да, былай айтқанда. Бірақ бүгінгі таңға жаңағы мынау нефт дейміз ғой. Нефттің арқасында біз сәл еркелеп кеттік, бүкіл Қазақстан елі. Допустим, шекердің тапшылығы дейміз, оның қымбаттағаны, сондай сияқты көп бүгін мәселелер туындалып жатыр. Былай айтқанда, осының Советский Союз бар кезінде біздің Қазақстан елімізде 5 сахарный завод бар тұғын. Оның екеуі мынау жаңағы Тараз облысында, біреуі Тараздың өзінде, біреуі Меркеде. 2 завод Алматыда тұғын. Ол біреуі Көксуйский, Ақсуйский сахарный завод. И біреуі, если мне память не изменяет, Павлодарда тұғын. Если мен памятім изменяет, или Караганда. И сол кезде біз мынау қызылшаны өнімдеп, өсіріп, Қазақстан өз керекті қантпен өз-өзін қамтитын тұғын. Одан басқа мынау республикалардың көбісіне жіберетін тұғын. Ал енді 90 жылдар өткеннен кейін жаңағы бұл
қызылша жаңа сахарное производство дейміз ғой, сахарное производство пришло в ноль по большому счету, если посмотреть. Почему? Потому что из рук в руки передавалось. Енді я не хочу осуждать осының алдындағы өкіметтің басшылығы отырған кезде олардың да енді бір өзінің видениесі болған шығар деп ойлаймын да. Бірақ мынау бүгінгі таңға Қазақстан мына мұнайдың арқасында сәл еркелеп кеткеніміз онымыз бар бүгіндікке. Мынау қасымызда қалған екі республиканы алсаңыз, Қырғызстан мен Өзбекстанды алысқа бармай қойық. Таблица Менделеевтің ондай несі шықпайды ол жақтан. Біріншіден. Екіншіден, біздің сияқты қара мұнайы жоқ олардың. Екіншіден. Үшіншіден, территориясы өте кішкентай. Соның өзінде бүгінгі таңға Қырғызстанды алсаңыз, ол бүкіл легкий промышленностьін көтеріп алған. За счет того, что қасында Қытай тұр, жаңа тігіншімен, немен халықтың бәрі жұмыс жасап, күнделікті налогын түсіріп, Қазақстан өзі потихоньку дамып келе жатыр байырсаңыз. Ал енді Өзбекстанды алсақ, өзбек халқымыз ол өте еңбекқор халық, былай айтқаныңызда. Сельхозкасын қарасаңыз бүгінгі таңға, сельхозкасы енді практически Россияны, Қазақстанды, басқа да мемлекеттердің көбісін постсоветский пространствоны. Но Өзбекстан, Таджикстандар овощи, фруктымен обеспечивать етіп отырады. Соның арқасында күнін көріп отырады. Мақтадан басқа, в принципе, былай айтқанда үлкен нелері де жоқ та, былай қарасаңыз. А біз сондайға жоқпыз да. Бізге жаңағы сразу барып айлық 1 миллион теңге берсе, бір ештеңе істемесек, костюм шалбар киіп алсақ болды, сондай сияқты деп ойлаймын да. Ал енді мынау мен Белоруссияны сізге келтіргім келеді да. Лукашенконы біреуміз жамандаймыз, біреуміз жақсылаймыз. Мен бірақ Лукашенкоға бір айтатын алғысым, наверное, именно сельхозхозяйствоны өте қатты дамытқаны, өте қатты көтергені. Допустим, на сегодняшний день Белоруссия өз-өзін полностью сельхозкамен қамтиды. Одан басқа Қазақстан, Өзбекистан, Россия барлық нелерге өзінің продукциясын жібереді. Көп кішкентай мемлекет. Мынау бізге Қазақстанға құмшекерді санасаңыз, Қазақстан бүгінгі таңға 5% деп айта алмаймын. Көп болса бір 3-4%, наверное, біз өзіміздің қызылшамызды егетін шығармыз. Қалған 97% ол Россия мен Белоруссиядан келеді. 97%-ның бәрі Россия мен Белоруссиядан келмейді. Оның ішіне где-то бір 40%-ның біз, наверное, тростник ретінде Тайвань жаңағы өкіметінен алып, жерге уже практически готовый тростниковый сахарда келіп, бір күндік переработканы жасап сатамыз да. Сондықтан бұл ақша жеңіл түскеннен кейін көбісі жаңағы қызылшаны егу керек, оған қарау керек, оны қайтадан жаңағы құмшекер қылып шығару керек. Не аламыз, бізге когда мына жерде беспошлинный кіргізе аламыз спокойно, тростникті переработка жасамыз, Россия мен Украина бар бізге қойып атқан, Россия мен Белоруссия бар бізге қойып атқан, содан кейін біз жаңағы спокойно отыра беретін тұғымыз. Бұл біздің стратегический ошибкамыз деп ойлаймын. В первую очередь должна быть именно продуктовая безопасность каждой страны. Сол кезде мемлекет болады, именно продуктовый, потому что барлық нәрсеге адам шыдай алады. Адам тамаққа шыдай алмайды. Ол енді Алла тағаланың берген бізге несі. Сондықтан мен ойлаймын да, осыны дамыту керекпіз деп та. Бізде, допустим, министр сельского хозяйства әрбір 2-3 жылда ауысады да, былай қарасаңыз. Мен ойлаймын, министр сельского хозяйства бір определен для сельского хозяйства должна быть прописана программа минимум на 30 лет. Минимум. Потому что сельское хозяйство ол мынандай нәрсе емес қой. Делдалдық сияқты или бір жаңағы бүгін соғып магазинде келсең ішіне зат сата берем дейтін сияқты. Оны 2-3 жыл зерттеу керек, специально научно-исследовательский институттар болу керек. Қандай удобрение саламыз, қандай семенаны қалай ұлғайтамыз, қалай бұдан 1 килограммның орнына 5 килограмм алуға қалай істеуге болады дейтін. Соның бәрін ұлғайту үшін мен ойлаймын, бір программа болу керек. Канадада кезінде сондай бір прогресс болған. 50 жылға оларға программа жазылған тұғын. И сол программадан не мына жаққа отступать етуге болады. Бізде бүгін бір министр келеді, ол срочно животноводствоға бүкіл субсидияны тастаймыз, сонымен животноводствоны 2 жыл поддержка жасаймыз да, халықтың бәрі соған перестраиваться етіп, енді животноводствоны бастап жатқан кезде басқа министр келеді, бол животноводствоның бүкіл субсидиясын қырып тастаймыз да, срочно бидайға кетеміз. Одан бидайды енді дамытып келе жатқан кезде енді халық соған перестраиваться етеді ғой. Оны тастаймыз да, басқа министр келеді да, енді тауық шаруашылығын көтерейік дейді да. Ол дұрыс нәрсе емес, ол бізде не емес қой, бүгін алып, ертең сатып жіберетін зат емес қой. Бұл еңбек, сосын сіз былай қарайсыз ба, Құдірет? Неғып ауылдан қалаға бәрі кеткісі келеді. Ауылдағы жұмысшының, ауылдағы адамның еңбегінің
құрметі жоқ бүгінгі таңға да. Былай сіз өзіңіз құдірет ойлап көріңіз да, вот сотовый телефонды 100 мың теңгеге де аласыз спокойно, 500 мың теңгеге де аласыз. Зәрлі болып тұрған сияқты зат болады. Бір кішкентай затқа сіз оған қиясыз ол ақшаны, дұрыс па? Ал енді сіз ойлап көріңіз, кәдімгі картошканы егу үшін да, оны, допустим, күзде бастайсың, жерді дайындайсың, жерді на зиму ты эту землю готовишь. Одан кейін оған жаңа клубень картошканы қысымен сен ол жаңағы именно семена ретінде имеется картошканы, былтырғы картошканы жинап, сәл өнімін шығаратындай қылып дайындап тұру керексің. Одан кейін оны көктемде отырғызасың, оны полоть ету керексің, оны күнделікті суғару керексің, суды сояққа өткізу керексің, одан кейін жинау керексің, қолың қап-қара болып деген сияқты ғой, былай айтқанда. Жаңа картошка шыққан кезде біз бағасын 60 теңге, 50 теңгеден сатып аламыз да. Бірақ ешкім ойламайды, сол жақта қарапайым халық неғып 50 теңгеге соны істеп жатыр деп та. Үстінен біздің столға келгенше ол уже 160-170 теңге болып келеді. Потому что транспортный услугасы бар, транспортный услугасы ең кемі 20 теңге. Сонда анау қарапайым ауылдағы тұрған адам 8-9 ай сонымен заниматься етіп 50 теңгеге сатса, допустим, примерно айтып тұрмын, ол мен қазір 50 теңге айтты деп осындай емес қой, 100 теңге может, допустим, грубо говоря. А ол үстінен логистикаға 20 теңге сатылады. Әр, допустим, оптовик үстіне 10% қояды. Одан кейін магазинге келгеннен кейін ол 20% қоймай сен сата алмайсың, потому что усушкасы бар, анаусы бар, мынаусы бар деген сияқты. Сол мен ойлаймын, именно сельский хозяйствоның құрметі кетіп жатыр. Соны біз наоборот дамыту керек бірінші. Бүгінгі таңға. В первую очередь, мы должны быть независимы по продуктовой безопасности. Соған мен ойлаймын, мемлекет ең жақсы көз қарасын сояққа түсіру керек деп ойлаймын. Одан кейін допустим, сельский хозяйствоны дамытып жатқан кезде басқа производствоны қалдыруға болмайды. Вот бізден, допустим, бидай шыға ма? Бидайды біз өндіру керекпіз, бидайдан ұнды өзіміз шығару керекпіз, ұннан шығаратын тараптың бәрін өзіміз шығару керекпіз. Сол кезде біз дамимыз. Допустим, оның ішінен макарон шықсын, жаңағы печенье шықсын, и қанша шығатын зат көп қой. Бүгінгі таңға, допустим, грубо говоря, алма шығарып жатырмыз, ары қарай тек қана алма ретінде сатпау керекпіз. Оның ішінен согын шығару керекпіз, джемін шығару керекпіз, повидласын шығару керекпіз. Сол кезде ғана біз дамыған ел боламыз да. Құмшекер шығарып жатырмыз, қазір құмшекердің тапшылығы ойлайды ғой. Халық тек қана үйінде ғана қосылады құмшекер деп та. Ол халық, например, любой семья, мейлі құмшекерсіз отыралар ештеңке қылмайды да. А сіз ойлаңыз, қанша производство жабылады құмшекер жоқ болса. Ол бүкіл кондитерский фабрикалардың бәрі жабылады. Ол, допустим, қанша молочный фабрикалар жабылады, потому что оның ішіне де қосылатын құрамында бар. Конфетный фабрикалардың бәрі жабылады. Соның әр фабрикада ең кемі 500-600 адамдар жұмыс істейді, олардың семьясына ол қандай не әсер береді. Сондықтан біз, мен ойлаймын, в первую очередь продуктовой безопасности өзімізге первостепенный задача алып қою керекпіз. А ол, допустим, кеше құмшекер жоқ, осы 2-3 айдың ішінде сол проблема решаться етіледі, 250 тонна не кіреді деді ғой. Тростник кіріп, біз переработка жасаймыз деп та. Тростник тоже біз доллардан зависим боламыз. Доллар ретінде оны сатып аламыз. Доллар төбеге көтерілсе, значит, құмшекердің 2 есе бағасы өседі. Одан басқа бүгінгі таңға біз санкцияның арқасында көріп отырмыз да, логистика. Как в этом мире во всем пересмотрелось, допустим. Баяғыда біз Новороссийскің портынан алып келетін болсақ, қазір біз ойлану керекпіз. Россияда санкция біз Новороссийский порттан ала алмаймыз. Значит, с этой стороны Иран, Ирактан или Турциядан алу керекпіз. Ол қосымша расход қой, соның бәрін біз сәл болса бізде, например, Северный Казахстанымыз алсақ, қандай күшті именно бидай өнімін полностью до конца доводить етіп, мал шаруашылығын қалай көтере аламыз. Восточный Казахстанды алсаң, это житница масла подсолнечного можно выпускать, я именно если в продуктовом наборе. А мынау оңтүстікті алсаң, ол бүкіл барлық жеміс жидектің бәрін шығаруға болады ғой. Сондай сияқты, сол, мен ойлаймын, именно үкімет тарабы, Министерство сельского хозяйства бір күндік өмірмен емес, именно где-то бір 10, 20, 30 жылға программа жазып, сол программаны соответствовать етсек, сонда ғана біз дамыған ел боламыз деп ойлаймын. Келесі біз өте жақсы білеміз, сіз өндірушісіз, Мадина макарондарды өндіресіз өзіңіз. Енді мынау Ресей менен Украинаның арасында болып жатқан оқиғалар, немесе әлем елдерінің Ресейге салған санкциясы осы сіздің өндірісіңізге әсер етті ме? Біздің өндіріске әсері ол біріншіден мынау пленка. Упаковочная пленка. Біз ол жерде 100% Россиядан зависимымыз. Бізде Қазақстанда ондай упаковочный полиэтиленовый, полипропиленовый пленка шықпайды.
Сондықтан біз Россиядан зависимымыз, Россиядан алмай біз тұра алмаймыз. Россия, в свою очередь, Франциядан зависимый тұғын, потому что именно краскасы Франциядан келетін тұғын, да? А бірақ Россия соны бір 2-3 аптаның ішінде сол проблеманы решать еткізіп, Франциядан зависеть етпей, өздері сол упаковочный пленканы шығарып отыр. Правда, качество может быть чуть мутнее будет, но они решили этот вопрос. Біз Қазақстанда отырып, сол сырьені сояға поставлять етіп, біз де соны шығару керекпіз деп ойлаймын, да? Енді оның бәрін, менің басқа да бар ғой, пленка, кто занимается, оны ұлғайтып шығару керекпіз деп ойлаймын, да? Бірақ единственный вопрос, Құдірет, бізде бірақ өте қиын нәрсе Қазақстанда, ол рынок сбыта дейді. 17 миллион халыққа территориямыз өте үлкен, логистикамыз өте не. Вот сіз ойлаңыз, Қытайда сен бизнес ашсаң да, мен, например, макаронный фабрикада Қытайда ашсам, мен ойлаймын, вообще менде проблема болмайды. Сол төңіректегі 100 километрдің ішінде өз макаронымды сатып отыра беремін, до такой степени густонаселенный. А біздікі, допустим, мен өз өнімді сату үшін Петропавловскқа жеткіземін, Павлодарға жеткіземін. А ол әр килограмм макаронға ең кемі 10 теңге, 15 теңге логистикасы жатады, да? А ол жақтан ашу макаронный фабрика выгодный болмайды, халық аз бізде. То есть көп осындай вытекающие обстоятельства, конечно, бізге ол өте үлкен әсерін береді. А қазір осы санкция кезінде бізге өте жақсы, қолайлы горизонт ашылып жатыр, былайша айтсаңыз. Баяғыда бізге санкция болмай айтқан кезде қиыншылығы не тұғын. Россия мен Украина, допустим, шығарады Белоруссия. Олар бізге де, Таджикстанға да, Афганистанға да бәріне солар қоятын тұғын, да? Біз Қазақстан так әйтеуір арасында былай жүретін тұғымыз. Ал енді қазір санкция кірілгеннен кейін сол елдерді, Афганистан болсын, Иран болсын, Киргизия болсын, ары қарай Таджикистан, Туркменистан, и дальше можно долго перечислять, куда мы можем свою продукцию ставить, допустим. Раньше Россия и Украина занимают по пшенице 30% всей поставки мира всего, представляете? Ал енді біз соны дұрыстап істетіп, соның нишасын мақұлмен 30% айтпай қойын, хотя бы 10-15% өзімізге алу керекпіз ғой. Мүмкіндігіміз бар. Мүмкіндігіміз бар. Допустим, логистикасын өзгерту керек, просто қазір логистически, допустим, Новороссийск арқылы емес, Иран арқылы, Ирак арқылы, мына жақтың мемлекеттің бәрін алсақ, ол жаққа, в принципе, морда қажеті жоқ, біз мына Иран, Ирак арқылы, Таджикистан арқылы жіберсек болады. Ол бізге наоборот жақсы мүмкіндік беріп отыр. Бізге бизнеста ең үлкен нәрсе Құдірет, производство наладить ету оңай. Любой адам ақшаң бар болса, барып оборудование алып келесің, специалист тапсаң, оны шығара аласың, да? Жазылады ғой, бәрі қалай қарап оны шығаруға болады, да? Әйтеуір, может быть, качественно, некачественно, әйтеуір шығара аласың. Бірақ самое главное в бизнесе, чтобы бизнес нормально работал, это рынок сбыта. Рынок сбыта болмаса, сенің ешқандай производствоң жүрмейді. Баяғыда, если біз рынок сбытаға бәріміз конкурировать етіп отқан кезде, Россия мен, допустим, Украина более, они были, как вам сказать, привлекательными. Почему? Потому что Украина бүкіл Западның орталығында тұр да, ол Европаның бәріне қойылады табады. Логистикасы өте кішкентай да, былай айтқанда. А Россия мына жақтан, мынау Иран, Иракты алады, Востоктың бәрін алады. Ал енді қазір сол екі мемлекет кесіліп тұрғаннан кейін бізге жақсы не ашылып тұр да, біз наоборот қазір бүгінгі таңға өзіміздің белімізді буып, бүкіл сельхозканы қандай болса басқа өнімді не қылып, рынок сбыта дайын болып тұр. Сояққа поставка жасауға мүмкіндігіміз ашылып тұр. Демек, санкциялар жаңа бір мүмкіндіктерді ашып отыр. Мүмкіндікті ашып тұр, да. Бірақ санкцияның бір қиыншылық нәрсесі, мен ойлаймын, правительство может қазір енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой, мен күтудемін соған. Осы доллар осыдан бір 2 апта бұрын өзіңізге белгіледі ғой, 500-ден асып шығып кетіп, қайтып орнына түсіп жатыр да. Сонда халық айтып жатыр ғой, енді доллар көтерілді, содан кейін продукт анау көтерілді, мынау көтерілді деп та, енді доллар түскеннен кейін неғып түсірмей жатсыздар деген сияқты көп вопростар туындалады. Бірақ ол доллардан зависимыйымыз да бар. Екіншіден, Құдірет, логистика өзгерді. Логистикадан басқа бізде шықпайтын товарлардың көбісі несі көтереді. Допустим, қағаз бізден шықпайды, ол тек қана Россиядан шығады. Ол қағаз тек қана А4 қағаз емес қой, ол қағаз, туалетная бумага, салфетки. Это, во всем используется бумага. Маған, например, гофрокоробкаға қағаз керек, әлі производствоға керек ол гофрокоробка деген сияқты нәрсе. Сондай сияқты заттар қымбаттағаннан кейін, біз оны енді ол затты қымбат алғаннан кейін біз деп неге себестоимостьқа салу керек, біз соның бәрін дұрыс көзбен, дұрыс немен қарау керек та. Конечно, бар арамызда, допустим, оларды проблема болып отқан кезде, сол ажиотажда бағаны көтеріп қойып сататындар да. Вот, допустим, құмшекерді тағы бір приводить етейін примерге. Қазақстанның потреблениясы бір
айда бір 30-35 мың тонна, 30-35 мың тонна біз потребление жасаймыз бір айда. Құмшекер емес, халқымыз, производствомыз бәрі. Енді құдірет, қандай біздің суперскладтар бар болса да, максимум товары бір 2 айға тұрады. 2-3 айға, оны түсінесіз ғой. Сіз осы таңда, допустим, семьяңыз 3 адамнан тұрады да, көп болсаңыз бір айда бір 2 килограмм құмшекер жейсіз да. Ажиотаж басталғаннан кейін сізге келіншегіңіз айтады, құдірет, срочно құмшекер сатып ал дейді да, енді құмшекер қымбаттап жатыр екен деп. Сіз айына 3 килограмм алатын адам бараста ең кемі бір қап аласыз, 50 килограмм. Сонда сіз, получается, почти 15-16 рет көпке, 15-16 айға бұрын сатып алып қоясыз да құмшекерді. Сіз сияқты сіздің соседіңіз жүгіріп барады. Бүкіл халық жүгіріп барса, өзіңіз ойлаңыз не болады? Біз өз-өзіміз ажиотаж составлять етуге жақсы көреміз да. Соны сәл сабырлық жасап, вот бірінші күндері құмшекер 1000 теңгеге дейін барды ғой базарда. 1000 теңгеге дейін базарға барған кезде сол халық спрос, предложение дейтін нәрсе болады вообще бизнеста да. Предложение көтеріліп кетті. Ой, наоборот, спрос көтеріліп кетті. Предложение не хватает да. Содан баға көтеріледі, содан 1000 теңгеге алып 1-2 аптаның ішінде қайтып келді ғой орнына баға. Мен айтқан жоқпын, баяғы, допустим, 300 теңгеге келді деп та. Но 400-дің ояқ бұяғында тұрды. 400-дің аяғы онда 400 болып кетті десеңіз, енді құмшекер Россиядан келеді, Белоруссиядан келеді, долларға келеді біріншіден. Екіншіден жаңағы айтып кеттім ғой, транспорттың логистикасы бар, оның сыртының жаңағы мешкатарасы бар қымбаттайтын. Сондай сияқты нәрсе. Соны халық өзіміз сондай ажиотажға, сондай бізге жіберген бір информацияға жүгірудің қажеті жоқ қой деп ойлаймын да мен. Құмшекер это ж не тот, мен түсінемін, ертең нансыз қалам, ұнсыз қалам десең, жүгіріп оны алуға болады. Енді құмшекерге шыдаудылық та болу керек қой. А сол ажиотаждың арқасында халықтың көбісі, допустим, қаптап алғаннан кейін біздің производство сырттай етеді. Производство құмшекер жетпей қалады да. А ол производствоға жетпегеннен кейін ол производство жабылады. Ол қанша жұмыс орны босатылады. Сол сәл ойланып көру керекпіз. Бір какой-то журналист па, блогер ма бірден кейін жазады, срочно ойбай құмшекер бітейін деп жатыр. Халық жүгіреді. Ертең сіздер жазыңыздаршы, май проблема болайын деп жатыр. Мен уверенмін, что бір аптаның ішінде майдың бағасы 2 есе көтеріледі, бүкіл майды полкадан алып кетеді, бүкіл складтарынан босатады, сонда производство қайтып тоқтайды, майды использовать ететін адамдарға май жетпей қалады. Сол сияқты ғой бәрі. Это цепочка. То есть әр күнделікті товар кіріп тұрады Шымкентке. Соған қарап, асудың не қажеті бар деп ойлаймын да. Оның бәрі өмір бойы аламайсың ғой құмшекерді. Демек бізде қазір Шымкент қаласында құмшекер тапшылығы жоқ, Бүгінгі таңға тапшылығы жоқ деп ойлаймын. Ол сезонный продукт, майда тапшылық болуы мүмкін. Потому что майда бәріміз банка жабамыз майдың аяғында да. Сол сияқты. Енді Россиядан құмшекер келмей жатқаннан кейін сәл тапшылық болса болатын шығар, но ондай прям тапшылық болатындай енді именно қарапайым халыққа тапшылық болады деп ойламаймын. Енді мынау бізде жаңа айтып отырмыз ғой, мынау бізде полиэтилен пакеттерін шығаратын зауыттар жоқ деп отырмыз. Енді бізде бұған дейін де біз мынау тігін фабрикаларымен сөйлесеміз, немесе қағаз шығарушы зауыттарды айтайық. Қарапайым ғана олардан сұраймыз, жаңағыдай матаны қайдан аласыз десек, Қырғызстаннан аламыз немесе Өзбекстаннан аламыз дейді. Неге отандық өнімді алмайсыз десек, жаңағыдай отандық өнім жоқ дейді біріншіден, екіншіден бағасы қымбат дейді. Енді осы кезде бізде мәселен отандық өнімдер қағаз шығару болсын, полиэтилен пакетін шығару болсын, өндіріс орындарын ашқанмен де мынау Ресейден келетін, басқадан келетін бағалармен салыстырған кезде бағасы жоғары болып, бәсекеге қабілетті бола алмай қалып жататын жағдайлар қалыптасуы мүмкін. Осындай жағдайда мемлекет тарапынан көмек беру керек па, немесе қандай шаралар көру керек кәсіпкер ретінде, қалай ойлайсыз? Құдірет, сіз жаңа дұрыс вопрос қойдыңыз да. Қасымыздағы елде Өзбекстан мен Қырғызстанда сол өнім шығарда бізге арзанда болып келеді, бізде сол нәрсе қымбат деп вопрос қойдыңыз. Біріншіден мен сізге айтайын. Құдірет, уровень жизни дейтін нәрсе бар. Иногда біз бәріміз айтамыз ғой, Кореяға барсаң бір айда $2000 табуға болады екен деп та. Америкаға барсаң $4000 табуға болады екен бір айда деп та. Қазір сізге не емес қой, қазір интернет доступны ғой. Америкада бензин қанша тұрады? $4 бүгін таңға. $3-4. $3-4 теңгемен теңгеге келтірсең, 1,5-2 мың теңге. Біздің бензин 200 теңге. Вы согласны с этим? А теперь вы дальше подумайте. Олардың, сіздің жалақыңыз, допустим, 150-200 мың теңге, енді олардың бензин сондай болған кейін, олардың да жаңағы несі жалақысы 10 есе болу керек. А ол ояққа барып жұмыс істеп, сен бұяққа выслать етсең, бір өзің барасында бір кішігірім 10 адам бір бөлмеде тұратындай қылып
ауқат көп жемей осы бала шағаңа жіберемін деп ойлайсың да, сол ақшаны осы жерден табуға болады. Ол біріншіден. Екіншіден құдірет, мынау нені алсаң, жаңағы Өзбекстан мен Қырғызстанды алсаң, ояқта жалақысы бізден өте төмен. Любой товарда ең кемі 15-20% ол жалақысы жататын продуктыға, особенно производствода. Енді біздің қазір мен объявление берсем, осы жерге жұмысшы керек маған 70-80 мың теңге келсем, ешкім келмейді, сен оны түсінесің ғой. Ең кемі 100-150 мың теңге, одан да қымбат. Қазір даже 100-150 мыңға да сәл қиындау болады ақша табуға, именно жұмысшыны. Ал если Қырғызстан мен Өзбекстанды алсаң, олар, грубо говоря, максимум $150 жалақысы. $200 это максимально. Біздің теңгеге келтіріп көрсең, өзің ойланып көр. Ол біріншіден. Екіншіден, коммунальный не бар? Қызметтер. Жоқ. В каждом продукте коммунальный составляющий бар ғой, газ, свет, су, жаңағы энергоресурс дегеніміз сияқты, да? Бізде өте қымбат энергоресурс. Например, светті алсаңыз, құдірет, мен сізге өзім фабрика туралы айтайын. Осыдан бір 5-6 жыл бұрынға дейін мен үкімет тарабынан энергопотоктан свет алатындым осы фабрикаға. Сол кезде оның құны 24 теңге тұғын. Потреблением жақсы. Содан мен ары ойланып, бері ойланып, в общем, соны сәл болса да бір удешевлять етейін деп ойландым. Қазір зеленая энергетика дейміз ғой, енді оған салатын ақша үлкен, ол фабрика оны ақтай алмайды. Содан мен маған бір советовать еткен адамдар болды, мен мына железный дорогадан напрямую свет өткіздім. Бір 7-8 толық қойдым, жердің астын жібек жолын пробивать еткізіп, бір соған, грубо говоря, 10 миллион теңгем кетті. Бірақ мен оны 3-4 айдың ішінде ақтап алдым. Неге деп сұрақ қойыласың ғой сен болғанда. Светті мен сол кезде 14 теңгеден алып отырдым. 24-тен 14-ке. Мен светке бір айда, допустим, 7-8 миллион теңге төлейтін болсам, мен, грубо говоря, 4 миллион теңге төлейтін болдым да. Вот сондай сияқты сол жағында өкімет сәл дұрыстап қарау керек та. Например, өзіміздің газымыз бар шығатын, мұнайымыз бар шығатын, электричество, ну не полностью, но все равно мы себя обеспечиваем, допустим. Есть у нас атомные электростанции, наверное. Имеется в виду вот это все, или строить надо эти атомные электростанции. Сол жақтарын бәрін дұрыстап келтірсек, сонда біздің де неміз дұрыс не қылар еді. Сосын мен тағы бір нәрсені айтайын, өкімет тарабынан қазір өте көп помощь беріп жатыр. АСП дейміз, ГСП дейміз, басқа да көп тарапта. Ол рахмет өкіметке. Ол көп балалы аналарға дұрыс, ол үлкен көмек. Допустим, 4-5 бала шағаны асырау оңай емес. Өкімет тарапынан да көп ақша түседі. Бірақ сонымен пользоваться ететін халық та көп, түсініңіз бе? Который жұмыс істей алатын, дені сау, дербезесі сау, жасы 40-тағы жігіт, вот приемға келген бір, мен сізге пример айтайын. Жасы 40-та бір кісі келді. Сөйтіп маған 400 мың теңге көмек керек дейді. Сосын мен айттым, мен теңгелей вообще көмектеспеймін дедім. Мен хорошо сіз жұмысқа кіргізейін дедім. Ол кісі жаңағы 40 сілтеу тапты. Жаңағы ана жерге отырса сквозняк екен, 2 килограммнан көп көтеруге болмайды екен, анаусы, мынаусы деген сияқты. Содан мен көп ойланып, сол кісіге жұмыс таптым. 2 килограммнан көп көтермейтін, болмайтын, анау, мынау. И ол кісі маған аяғында айтты. Сол жұмыс, әшейін бір орында отырып, адам санын жазып отырасыз дедім. Кім кіріп, кім шығып жатқан, басқа ешқандай жұмыс керек емес деп. Сол кісі аяғында маған айтты, 400 мың теңге айлық бересіз, сол кезде істеймін деді. 400 мың теңге айлықты өзіңіз ойлаңыз да, допустим, ол 400 мың теңгені табу үшін оңай емес. Бизнесмендердің өмірі бәрі оңай деп ойлайды ғой. Допустим, әр ай сайын 10 күні мен айлық төлеймін да. Менде ақша счетта бар ма, ақша счетта жоқ па, мен 10 күні айлық төлеймін. Мен иногда ойлаймын, наоборот, айлыққа істеген дұрыс шығар деп. Мен 10 күні айлығымды аламын, білемін да, и распределить етемін. А менің одан басқа погашение кредитім бар, газым бар, светім бар. Сосын мен макарон шығарған кезде жүгіріп бәрі маған ақша әкеліп наличкамен, жаңағы сразу предоплатамен ешкім алмайды ғой, қарызға бересің. Біреу қайтады, біреу қайтпайды деген сияқты. Ондайды көп қой бізде, енді былайша айтқанда. Магазиндер консигнация қылады 30 күн, 40 күн деген сияқты. А ол оборотты жеткізу керек. Онда ешкім маған қарызға бермейді. Онда әр 7 күн сайын келіп тұру керек. Бір күнде осы фабрикада құдірет. Бір күнде мен, получается, 150 тонна
100-150 тонна макарон өнімі шығады осы фабрикадан. Тура сонша ұн кіру керек та. Оның бәрін процесін организовать ету керек та. Соның бәрі бұл андай иногда оңай емес, иногда өзім жатып ойлаймын да, бәрін қоя салып, үйге жұрттар сияқты демалып жатайын деп, жаңа бас әңгімеміздің неден шықты ғой. Неғып ояқтың несі арзан, біздікі қымбат. Соның бәрі дұрыс иногда әсерін бермейді да. Үкімет ол дұрыс программаны разрабатывать етеді, жаңағы көп балалы аналарға көмек болсын деп. Бірақ онымен бізде пользоваться ететін адамдар көп. Ол көп балалы ана емес, инвалид, мен жаңа инвалид мүгедекке жаңағы басымды ем. Ол кісілерге көмегімізді зор болу керек деп ойлаймын. Бірақ көбісі ауырмаса да сол инвалидность деп алады. Сосын жаңа АСП-ны алып отырады. Бұл деградация нации деп келтіреді да. Соны біз нация болып деградировать етпеу керекпіз. Біз наоборот жұмысқа талпынып, жаңағы ауылда барып. Қазір заман жақсы ғой. Например, жаңа сен айтып отырсың, бизнес бастау деп. Үкімет тарапынан қанша гранттар беріп жатыр да, бизнес бастау, бизнесті қолдау, енді көп тарабы да. Невозвратных грантов сколько выдается. Мен өзім былтыр жаңа сол бір несінде отырдым, комиссиясында. Инновационный грантирование, невозвратные гранты 5 миллион теңге беретінде. Сонда, допустим, енді қанша халық кіріп жатыр ғой, енді барлығын жамандай алмаймын, ішінде мен болам дейтінді кісілер бар көп. Бірақ көбісі под копирку бір бизнес-план кіргізеді да. Көрпе тігу, жаңа анау қылу, мынау қылу. Енді құдірет, ол мен көрпе тігетін адамдарды мына әңгімемен кеміткім келмейді. Ол кісілерге үлкен рахмет, сол көрпешесін тігіп істеп отқанда. Бірақ ол керек па бүгін? Базарға барсаң, әр екінші орын көрпеше тұр ғой енді. Значит, басқа жерге сен ойлану керексің ғой, не істей алам деп та. А біздікілер примерно, мына соседім квас ашты ма, мен де срочно квас ашу керек. Ол жүре ма, тұрмай ма, ол жоқ та. Сол нәрселерді ойлап, и біріншіден, екіншіден, самое главное, наверное, құдірет в этой жизни, да, ол балаға дұрыс білім беру керек кішкентай кезімізден да. Қазір сен, например, кішкентай балдардан сұрашы, кім болғың келеді деп та. Бәрінің ответі примерно біреу. Или әкім болғысы келеді, или бизнесмен болғысы келеді. А бірақ, например, такие профессии, как врач, учитель, грубо говоря, космонавт, инженер. Мен тағы бір, жаңа сен инженер деген кен сол әңгімені айтайын, осы менде энергомехслужба дейтін нем бар, службам. Ол бүкіл сөйле инженерлерім, жаңа слесарьларым кіреді. Кәдімгі слесарьді жұмысқа табамайсың. Келмейді слесарьлер. Ол мен әңгіме алған емес, бірақ осы жерде 80% энергомехслужбада орыс халқы жұмыс істейді. Ертең соңғы орыс халқы кеткен екен, слесарь бұл кім істейді, айтыңдаршы маған. А слесарь ол күнделікті жұмысқа керек қой. Бүкіл сауда орында холодильниктер бар, слесарь керек, дұрыс па? Любой коммунальный службаға слесарь керек. Любой, нету такой должности, что, ну, слушайте, слесаря, вот у меня, допустим, они неплохо, если рабочие получают, грузчик, допустим, получает 150 тысяч тенге, слесарь, наверное, получает, ну, 120 грузчиками, да, допустим, слесарь получает 150-170. Хороший слесарь, он еще больше получает, 200-250 тысяч. Енді балдарым соған үйретейді, баяғыда ПТУ дейтін бар, слесарьді үйрететін. Қазір жоқ, білімі жоқ болса да бәрі жоғары орынның дипломын барып, әйтеуір бір оқиды, әке-шешесі оны платный, малын бәрін сатып, ақшасын төлейді. Сонымен 4 жылдан кейін дипломды әкеледі, не востребованный. Зачем? Вот это все надо чуть-чуть свое мировоззрение правильно менять, да. Все-таки біздің жаңа айтатын, жаңа Қазақстан, жаңа не деп, да. Осының бәрін, мен ойлаймын, дұрыс идеология болу керек тағы да. Если осының бәрін дұрыс идеологиямен жүргізіп, дұрыс тәрбие беріп, дұрыс направление берсек, сонда ғана біз дамимыз деп ойлаймын. А қазір соған мүмкіндіктің бәрі болып тұр. Құдірет. Үкімет тарапынан мүмкіндік болып тұр. Единственное, жаңа сен бизнесті қандай қолдау деп жатсың ғой. Мына санкция кезінде бізде енді ставка Нацбанка поднялась, оны білесің ғой, көтерілді. Қазір, допустим, кредиттер банки второго уровня енді 16-17% арзан беріп жатқан жоқ кредит. Ол 16-17%, возможно, допустим, сатып алу сауда или там оптовый продажа алатын шығар. А бірақ мына кәдімгі өнімге ол өте жағымсыз нәрсе. Ол өте қиын. Ол значит, мен, допустим, 17%-ға мен процент алғаннан кейін, а осының алдында, допустим, субсидиясымен 7% қалған кейін, мен өз товарымды 10%-қа көтеру керекпін ғой. Осыдан туылады ғой барлық нәрсе. Соған да өкімет тарабы дұрыс қарасын деймін да. Единственное, білесіз бе, біз қазір Россия санкциямен жабылып қалды ғой, былайша айтқанда.
Россия ол қазір ішінен жаңағы духы бар ғой, енді былай айтқанда өз производствосын қазір мощно развивать етсе, бізде 1 жыл бар. Мен жаңа сізге айттым, мына рыноктарды алуға. Ертең күні енді бізге Россия сатылады, біз санкция істеген жоқпыз ғой. Сіз ойлаңыз, Россия өздерінің проценттің ставкасын олар наоборот түсіріп жасады. Айтишнике 3% беріп отыр, сельское хозяйствоға 5% беріп отыр қазір кредитті, да. Потом на полгода мораторий объявили по поводу банкротства, даже физического лица и жаңа ақшасы жоқ компанияларға. Қанша не қылып жатыр. Ертең күні солардың бүкіл товарлары бізге кіргеннен кейін біз вообще дым болмай қаламыз. Сол үшін сәл жиналып, на процентный ставканы үкімет тарабынан дұрыстап қарау керек, та, допустим, кімге поддержка істеу керек, қалай істеу керек екен. Екіншіден, біз қазақ елі болып, жаңағы бүкіл производственниктер переориентацияны дұрыс жасап, мынау бетімізді бұрып, восток жаққа, сол жаққа срочно товарларды қою керек біз деп ойлаймын. Енді мына біз сұхбат барысында бір қатар құнды кеңестер айтып өттіңіз. Енді оның бірі мынау шығысқа қарай немесе мынау оңтүстікке қарай жаңа нарықтар ашылып жатыр деп отырсыз. Енді осыған қатысты бізде мынау отандық өндірісті осы 1 жыл уақыт бар деп отырмыз ғой. Сол 1 жылдың ішінде дамыту үшін, отандық өндіріске жаңа бір серпін беру үшін үкімет тарапынан қандай да бір көмектер қажет пе? Ұсыныстарыңыз бар ма? Мынау Россия мемлекеті жаңа процентный ставканы азайтып жатыр. Біз де соған бару керекпіз. Біріншіден ол. Конечно, ол бюджетті просчитывать етіп, өз-өзімізге позволять ете аламыз ба, соның бәрін енді нарықтау керек. Әшейін ол, сен түсінесің құдірет, әшейін процентный ставканы или ананы азайту мүмкін емес, потому что оның бәрі бюджеттен құрылатын нәрсе. Ол біріншіден. Екіншіден, құдірет, мынау налоговый законодательствоны где-то дұрыстап қарап шығу керек. Былай айтсаң, допустим, магазинде қымбат деп иногда айтады ғой адамдар. Магазинде бәрі ашық жұмыс істейді. Чек аласын, оборот түседі, 12% НДС төлейміз. Істеп жатқан адамдаға таза жалақы төлейсің. Ал енді базарға келіп кетсек, налог практически жоқ. Не жоқ, но хотя бы оны үкімет, мен ойлап тұрмын, где-то көздерін жұмғандары, во-первых, пандемия болды, қазір мынау санкциялар басталды да, жаңа қасымыздағы елде. Адам өз-өзін самозанятой болсын деп, та. Ол жағынан мен жаңағы налог жағын қарастыру керек деп ойлаймын, да. Сосын мен ойлаймын, өте үлкен жаңағы неге именно егін егушілерге, өндірушілерге, производствомен заниматься ететіндерге үкімет сәл көзқарас, именно министерство жағын дұрыстап қарап, Россияға сравнительный анализ алып, Украинаға қандай не болып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр, соны біз де бүгін тез қабылдау керекпіз өзімізге. Сонда ғана осы кезде, думаю, бізге выжить будет легче. Потому что бұл тек қана құдірет, ол Қазақстанда болып жатқан нәрсе емес қой, ол бүкіл әлемде. Сен Европаға қарашы, допустим, қанша производстволар жабылады, газ мәселесі осындай болып жатқан екен. Например, грубо говоря, если с Украины, с России не будет поступать туда зерно, Африка с голоду может умереть. Это реально факт жизни. Это никто не изменит это. Если сегодня вот это все все это не привести в порядок, чтобы туда пшеница шла, қанша халық аштан өледі, да? Соның бәрін жаңағы үкімет мынау қарап, мен айтып жатқан жоқпын, барлық жағдай тегін болсын. Тегін нәрсе болмау керек, да? Бірақ барлық нәрсе дұрыс бабымен қай салаға біз қазір көбірек көңіл бөлу керекпіз деп үкімет өзіне жаңа вопрос қойып, бизнесмендерді, нелерді жинап, примерно приоритет қойып, сол салаларға сәл дұрыс көзқарасын дұрыстау керек. Ол біріншіден. Екіншіден, кеше ғана Россияда смотрела выступление Мишустина. Для того, чтобы открыть бизнес или все, что связано с вопросами документа оборота по бизнесу, это үкіметтің жағынан, да, допустим, разрешительный документ дейміз ғой, там акт, анау-мынауға бір күннің ішінде чиновник соны решать етіп бермесе, до уголовной ответственности. Это правильно. Біз иногда айлап жүреміз. Вот сондай нәрселерді біз де қазір содан қалыспай дұрыстап жасау керекпіз деп ойлаймын. Менің ойым осындай. Енді мынау бүгін сұхбат барысында бірқатар маңызды тақырыптарды талқыладық деген ойдамын. Енді сөзіміздің соңында бізді көретін көрермендер бар. Сол кісілерге айтар ойыңыз, тілек лебізіңіз болса, рахмет айтуыңызға болады. Қазақстандықтарға, шымкенттіктерге, өзімнің сайлаушыларыма, барлықтарыңызға
біріншіден ашық аспан тілеймін. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мынау еліміз тыныш болсын. Патшамызға сабырлық тілеймін. Құдай тек қана жақсы күндерде кездесе берейік деп айтқым келеді. Мына еліміз дами берсін деп айтқым келеді. Соған әр қазақстандық кішкентай ғана үлесін қосса, сонда біздің Қазақстан бұдан да жақсы дамиды деп ойлаймын. Әр ел біздің Қазақстанымызға келген кезде осындай керемет ел бар екен деп айтып кететіндей болу керек. Жақсы, рахмет. Тайжанетке бүгін сұхбат бергеніңіз үшін тағы да алғысымды білдіремін. Сізге тек жақсылық тілейміз, абырой биігінен түспеңіз. Құрметті көрермен, міне бүгінгі біздің сұхбатымыз аяқталды. Бүгінгі сұхбат барысында да бірқатар өзекті мәселелер талқыланды деген ойдамыз. Ендеше біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Сау, саламат болыңыздар.